Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында оп-оңай жасалынатын капкейк кидің рецептімен бөлісемін. Видеоны өткізбей соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға шекерімізді саламыз. Жақсылап тұрып венчиктің көмегімен араластырамыз. Шекеріміз бен жұмыртқамыз жақсылап араласқаннан соң үстіне сүтімізді құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Массамыз әбден араласқаннан соң үстіне сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп отырып саламыз. Массамыз дайын болды. Дайын болған массамызды арнайы формамызға салатын боламыз. Менде осындай капкейктің формасы, жалпы өзіңіздің қалаған формаңызды қолдансаңыздар болады. Барлығын салып болғаннан соң алдын ала қызып тұрған печкеде 180 градуста 20-25 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Сол аралықта біз кремін дайындаймыз. Креміне менде шантипак деген крем. Оның үстіне қант ұнтағын салып қоюланғанша жақсылап араластырамыз. Біздің креміміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай капкейкілеріміз де пісіп дайын болды. Жақсылап суытамыз. Енді ортасына салмасын салу үшін осылай ортасын кесіп алып тастайтын боламыз. Салмасына мен шиеден жасалынған жем қолданып жатырмын. Негізі салмасын салу міндетті емес, бірақ өте дәмді болып шығады. Барлығын салып болғаннан соң үстіне жаңағы кремімізді жағып шығатын боламыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай дайын болды. Өте оп-оңай жасалынады, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.